Армысыз менің ағайыным. Соңғы күндері мына қазақтың көк аспанын біздің батыр бабалардың аруағы ойқастай шауып, бұйра-бұйра бұлттарды жастанып алып, біздің елге біртүрлі бір риза кейіппен қарайтын сияқты. Көкбөрілердің қуаныштыдан тамған көз жасындай болып, анда-санда күннің жауып тұрғаны да бір көңілімізге көңіл қосатынын жасырмаймыз. Себебі біз Алтын Орда империясының заңды мұрагеріміз. Жоқ, біз оны баяғыдан білеміз ғой, бірақ дүниенің төрт бұрышы түгел арқан тартысқа көшкен алмағайыпта осы сөзді біздің президенттің өз аузымен айтқаны қуантты. Қасым-Жомарт Тоқаев төрткүл дүниеге сауын айтып, Алтын Орда біздікі деді. Осыдан 10 жыл бұрынғы саясатта біз бұны айта алмас едік, ішімізден сыбырлап айтар едік. Ендеше не өзгерді? Неге Алтын Орда туралы қазір айтып жатыр президент? Тоқаевты осылай айтуға итермелеп жатқан қандай күш және бұның артында қандай тарихи және саяси месседждер жатыр, құрметті менің көрерменім? Осы жайлы сөйлесейік бүгін сіздермен. Біз аспанды көрген ең алғаш шаңырақ еді терезем деп жырлайтын халықпыз. Әлгі Серік Ақсұңқарұлы жырлайтындай, ертеңгі күн елеседі, бұлдырап тұр шашып от, қазақ деген Кенесары, денесі бар басы жоқ деген дәуірлерден өткен қазақпыз. Тоқаевтың Алтын Орда туралы сөзі жай ғана әңгіме емес, ардақты ағайын. Бұл Тоқаев дәуіріндегі жаңа тарихи саясат. Назарбаевтың кезінде қазақ хандығы мен Ақ Ордаға көбірек мән берілді. Тоқаевтың тұсында Алтын Орда қазақ мемлекеттілігінің тамыры ретінде алға шығарылып отыр. Не үшін дәл қазір Алтын Орда туралы айтылып жатыр? Себебі іргедегі көршінің империалистік қылтың-сылтыңы күн өткен сайын көбейіп барады. Солтүстік Қазақстан туралы сыйға берілген жерлер деген сияқты бір жарымес нарративтар бой көрсетіп қалып жатқаны да жасырын емес. Демек, оларға да Қазақстан деген бір кеңестік жоба емес екен, мемлекеттілік дәстүрі ғасырлардан ғасырларға жалғасқан, тарихы қойнаулардан қойнауларға сүңгіген мәңгілік ел екенін ұқтыру керек, дұрыс қой? Хош, сонымен Тоқаев мырза аруағына сыйынып соңғы сөзін айтты. Ал бұл Ресей пропагандасына шок контент ретінде көрінді, қызу талқыланды. Ресейге ауыр тиіп жатқан тұсы да осы. Олар ғасырлар бойы моңғол татар езгісі деген концепция жүріп тұрды олардың елдерінде. Орыс княздарының хандарға алым-салық төлеген дәуірін ешкімнің иісіне алғысы келмейтіні анық ол жақта. Сондықтан орыс пропагандасы қазақтың бұл тарихи әділетті шешімін ешқашан түсінбейді. Олар байбаламға салады. Ресейлік ұлтшыл пропагандалық площадкалар мұны Қазақстан Ресейге қарсы шығайын деп жатыр екен, ойбай, бұл ақштың істеп отырғаны, Қазақстан бір анти-Ресей құрып жатыр деген сарында әлі талай сандырақты айтатыны даусыз. Сіздер оған мән бермеңіздер, менің құрметті көрерменім, салғыласпаңыздар, ит үреді, керуен көшеді. Біз өз мемлекеттілігіміздің тарихын 13 ғасырға дейін тереңдетіп жатқан ұлтпыз. Саясатта memory war деген термин бар, яғни тарихи жады үшін күрес деп атайды мұны. Біз өзіміздің тарихи жадымыз үшін күресіп жатырмыз дәл қазір. Патшалардың уақыты келген кезде ауыса беретін, саясаттың да ауыса беретін, бірақ түбінде осы жерге қарагөз қазақтардың ие болып қалатынын Тоқаев та біліп отыр. Сондықтан кейінгі ұрпақтың кеудесі көтеріңкі болсын, кезінде көзінде қайрат, сөзінде салмақ болсын деп істеп отыр мұны. Осыны біз бағалау керекпіз және болмайтын бір пафоспен, ұлтшылдыққа салынбай, ақылмен, оймен түйсініп қызмет ету керекпіз деп санаймын өз басым. Енді мынаны түсініңіздер, Ресейдің тарихнамасында Алтын Орда қандай болды? Варварлық басқыншы деп сипатталды. Русьті таптаған жабайлар ретінде түсіндіріліп келді осы уақытқа дейін. Сондықтан олардың қазіргі буынына дейін Қазақстан десе біртүрлі менсінбей қарайтыны рас. Міне олардың тарихи жадысы осылай қалыптасқан өйткені. Ал Тоқаев не деді? Ол айтты, айналайын көк көз сары көршім менің. Алтын Орда ол жабайылық емес, ол өркениет деді. Алтын Орда ол бір варварлық құрылым емес, ол тұтас құқықтық үлкен жүйе деді. Алтын Орда жай ғана бір бақташ халық емес, ол үлкен сауда империясы деді. Алтын Орда сөйлесуді білмейтін ел емес, ол үлкен дипломатиялық держава деді. Сіздер ренжімеңіздер, біз бар болғаны өзіміздің шынайы болмысымызды қалыптастырып жатырмыз деді. Сіздер қалай Киев, Руси деген сөзді айтасыздар, бізде солай Алтын Орда деген сөзді жиі айтамыз, бұдан бұлай деген емеурін танытты. Тоқаев Алтын Орданы Рим империясына теңеді. Рим сөзі арқылы Қазақстанда империялық масштабта ойланала ағайын. Бізде де империя басқару мәдениеті қалыптасқан дегенді білдірді. Яғни біз деген Еуразия тарихының орталығымыз деген сигналды шартарапқа жіберді біздің азаматтар, бір сөзбен айтқанда.
Кеше ғана 50-ге толған Ерлан Қариннің 7 томдық тарихтың айналасында жүгіріп жүргенін көріп отырсыздар ғой өздеріңізде. Демек біз бұдан былай жоғыз деген ұлт емес, жоғалғанын тапқан ұлт деп сипаттала бастауымыз керек. Алтын Орда жай сөзге емес, әлемдік бір брендке айналуы тиіс негізі түсінген адамға. Қазақстанның жаңа идеологиялық платформасы қалыптасып жатыр деп есептеймін мен өз басым дәл қазір. Ұзағынан сүйіндірсін, және осы істің басындағы азаматтардың халықаралық бопсаға шыдап беретін рухы болсын деймін. Жошы ұлысының дәуірлеп тұрған кездегі аумағы 6 миллион шаршы шақырым болғанын тілге тиек етті Тоқаев. Менің бастамаммен Қазақстанда Жошы ұлысын зерделеу институты құрылады деген сөзінің өзі неге тұрады? Демек, қазақ халқы жабайы мемлекет деңгейіне жете алмаған деген төменшік догмалардың барлығына нүкте қойылады ағайын. Осыдан бір жыл бұрын жұдырығымен тақтай ұрып сындырып жүрген Тоқаев қазір қазаққа біреулер таңып берген осы бір тарихи сандырақты сындырып жатыр. Енді біздің елге жараланған аюдай болып Путиннің келе жатқанында өздеріңіз білесіздер ресми сапармен. Ресми Ақордамыз оны да сырнайылатып, кернейлетіп отырып күтіп алар. Кім келмей жатқан Астана уәдеге тойдырып, уәзірлеріне ат мінгізіп шығарып салар. Ең бастысы осы өзгерістің ауқымын, жауапкершілігін және салмағын біз түсіне білеміз бе? Мәселе сонда. Біздің сөзіміздің салмағы да самалы да мынау болсын ағайын. Алтын Орданы дәріптеу бір өткенді романтизациялау емес. Жай барды бар, жоқты жоқ деп айту. Бұл Қазақстанның тарихи рөлін күшейту. Әмбе тұтас Евразиядағы кімнің тарихы кімге тиесілі деген үлкен идеологиялық күреске біздің елдің тарапынан берілген нақты жауап. Бәріміз аман болайық ағайын, және саяси сауатты болайық.